Баршаңызға сәлем. Құрметті оқырмандар, бүгін саңырауқұлақтан салат жасайтын боламыз. Ол үшін саңырауқұлақты турап, майға қуырып аламыз. Және осылай жұмыртқаны тураймыз. Келесі кезекте тұздалған қияр. Құрметті оқырмандар, бұл салатта тұз бен бұрышты да қосуға болады. Және фасоль саламыз. Ендігі кезекте ұсақталған укроп және сарымсақты үкіштен өткізіп қосамыз. 3-4 қасық майонез саламыз. Жақсылап салатымызды араластырамыз. Өте дәмді салат шығады. Салатымыз дайын. Құрметті оқырмандар, ұнаса каналға тіркеліп, жүрекшені басуды ұмытпаңыздар. Баршаңызға сәлем, құрметті көрермендер. Бүгін құрамы небәрі 4 заттан ғана тұратын ең оңай салат жасаймыз. Ол үшін қызанақты осылай 3 бұрышты етіп турап аламыз. Бұл салат барлық адамдарға ұнайды, өйткені өзіме келген қонақтар келесі күні хабарласып, міндетті түрде осы салаттың рецебін сұрап жатады. Келесі кезекте алдын ала пісірілген сәбіз. Мұны да осылай ұсақтап тураймыз. Бұдан кейін қызылшаны әдемілеп турап салатымызға қосамыз. Келесі қосатын затымыз ол жүгері. Бұдан кейін алдын ала үккіштен өткізілген сарымсақты саламыз. Сарымсақтың бір түйірі жетеді. Енді майонезді қосып, жақсылап араластырамыз. Салатымыз дайын. Құрметті көрермендер, егер ұнаса, каналыма тіркеліп, қоңырауды басуды ұмытпаңыздар.
Баршаңызға сәлем, құрметті достар. Бүгін осындай дәмі өте керемет болып шыққан рассольник жасаймыз. Ол үшін осындай етті алдым тоңазытқыштан. Оны жақсылап жуып, турап, кастрюльге салдым. Енді үстіне суық суды құйып, қақпағын жауып, көбігі шыққанша күтеміз. Мінекей көбігі де шықты. Көбігін алып тастаймыз. Екінші қайтара тағы да аламыз көбігін. Бұдан кейін етті 1,5-2 сағаттай қайнатып алдық. Енді перловканы жақсылап жуып, ыдысқа салып, үстіне ыстық су құйып, жарты сағатқа қойып қойдым. Ендігі кезекте табаға сұйық құйып, үстіне жуаны салып, 2-3 минут қуырып аламыз. Бұдан кейін 4 бұрышты етіп туралған сәбізді саламыз. Оны да 3-4 минут қуырамыз. Сәбізді өз қалауларыңызша турауға болады. Ендігі кезекте тұздалған қиярды турап, оны да қуырамыз. Қуырып болған соң үстіне 1 кружка рассольді құйып, су алғанша қайнатамыз. Бұдан кейін мінекей етіміз пісті. Перловканы салдық. Енді жарты сағат қайнатамыз. Томатты қосуларыңызға да болады, қоспауларыңызға да болады. Ендігі кезекте картопты салып, 10 минут пісіреміз. Бұдан кейін қуырып дайындап қойған сәбіз қияр жуамызды саламыз. Жақсылап араластырып, бір үлкен лавр жапырағын саламыз. Және 5 минут қайнатамыз. 1 кружка рассоль құйдым. Менде 3 литрлік кастрюль болғандықтан 1 кружка ғана құйдым. Және лавр жапырағында біреу ғана қостым. Дайын болған кезде лавр жапырағын алып тастаймын. Мінекей рассольнигіміз дайын болды. Өте керемет дәмді, сорпасы қышқыл. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Құрметті достар, менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып, достарыңызбен бөлісіп отырсаңыздар екен. Комментарий жазуды да ұмытпаңыздар. Бізге ас болсын. Келесі видеома дейін қош, сау болыңыздар. Баршаңызға сәлем. Құрметті достар, бүгін қаймақ пенен грек жаңғағы қосылған осындай әдемі печенье жасап көрсетемін. Достар, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Тіркеліп көріп отырыңыздар. Ол мен үшін өте маңызды. Енді печеньені жасауды бастайық.
ұнды електен өткізіп, аздаған тұз саламыз, 50 грамм қант саламыз, және 1 шай қасық қосжытқыш саламыз. Сосын жақсылап араластырамыз. Бұдан кейін 100 грамм сары май, оны да қосып араластырамыз. Одан кейін 150 грамм қаймақ қосамыз. 1 жұмыртқа. Осының бәрін жақсылап араластырып аламыз. Мінекей қамырымыз дайын болды. Қамыр тыңғанша печеньенің арасына салатын салмасын дайындаймыз. Ол үшін 50 грамм ұнға 50 грамм май қосып, 50 грамм қант қосып, және грек жаңғағын қосамыз. Грек жаңғағымен бірге мен асқабақтың дәнін блендерден өткізіп қостым. Ал сіздер тек грек жаңғағын ғана қосуларыңызға болады. Өз қалауларыңыз бойынша. Достар, каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып, все деген батырманы басып, тіркеліп қойып отырсаңыздар, сіздерге менің жаңа видеом шыққан туралы хабарлама келіп түсіп тұратын болады. Қамырды міне екінші қайтара тындыруға қойып қойдым. Енді жақсылап жайып аламыз. Одан кейін арасына салмасын саламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сондай тәтті үгіліп тұратын печенье шығады. Қамырды менікіндей үлкен бір дөңгелек емес, 2 дөңгелек қып, 2 бөліп жасаған дұрыс. Сонда ораған кезде оңай болады. Бетіне жұмыртқаның сарысын жағамыз, және вилкаменен айқыш-ұйқыш етіп өрнегін салу керек. Менде ол түсірілмей қалыпты. Ал сіздер соны жасаңыздар, міндетті түрде әдемі болып тұрады. Одан кейін осылай үшбұрышты етіп кесеміз. Және духовкада 180 градуста 30-35 минут пісіріп аламыз. Мінекей печеньеміз де дайын болды. Ұнаса лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Достар, жасалуы өте оңай. Сіздерге жасауға кеңес беремін. Шайға қоюға өте тәтті печенье. Мама, не істейін деп жатырсың? Варенье ғой. Баршаңызға сәлем, құрметті менің алтын көрермендерім. Бүгін сіздерге осындай әдемі клубникалардан варенье жасайтын боламын. Клубникаларды әбден жуып аламыз. Одан кейін осылай тазалаймын. Клубникалар өте үлкен, сондықтан оны 3-4-ке бөліп турап алдым. Достар, егер каналға тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп алуларыңызды сұраймын.
достарыңызбен бөлісіп отырыңыздар. Және қоңыраушаны басып, все деген батырманы бассаңыздар, сіздерге менің жаңа видеомның шыққаны туралы хабарлама түседі. Видео ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазуды да ұмытпаңыздар. Қазақша каналға қолдау көрсетіп отырсаңыздар, ол мен үшін өте маңызды. Клубника сәл қаттылау, ол торғауға жеңіл болды. Іші осындай ақшыл болғанымен өте дәмді, өте тәтті клубника. Мінекей барлығын турап болдым. Енді қант қосамын. Менде 2 келі клубника, оған 2 келі қант салдым. Қант салғаннан кейін таңертеңге шейін қойып қойдым. Жақсылап араластырамыз. Әрбір клубникаға қант тигені дұрыс. Мінекей бір түн өтті. Енді түбінде тұнып қалған қантты араластырып жіберу керек. Одан кейін пешке қойып, қант жабысып қалмау үшін тағы да араластырып тұрамыз, еріп кеткенше. Мен клубниканы қайнатқан кезде көбігін алмаймын. Мінекей көбігі де шықты. Қайталап араластыра берсеңіз, көбігі жаймендеп кетеді. Мен вареньені көп қайнатпаймын. Үйдегілер қою вареньені ұнатпайды. Сондықтан 10 минуттан артық қайнатпаймын. Мінекей варенье дайын болды. Қараңыздар, көбігі жоқ уже. Одан кейін осындай мұздатқышқа арналған лотоктарға саламын. Және мұздатқышта сақтаймын. Осылай қайнатылған варенье қыста холодильниктен алған кезде, қонақтарға ұсынған кезде свежий иісі шығып тұрады. Жаңа ғана огородтан әкелген клубника сияқты иісі аңқып бұрқырап тұрады. Бетінде осылай шамалы көбігі тұнып тұратын болса, қасықпен араластырып жіберулеріңізге болады. Мінекей, сонда көбігі де кетеді. Достар, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Достарыңызбен бөлісіп отырыңыздар. Сіздермен болған Гүлнар Сапарқызы. Келесі видеоға дейін қош, сау болыңыздар. Баршаңызға сәлем. Құрметті менің алтын көрермендерім. Бүгін сіздерге осындай әдемі малинадан қысқа варенье жасайтын боламын. Малинаны жуған жоқпын. Осы қалпында қантпен араластырамын. Мінекей қантты өлшеп дайындап қойдым. 2 келі 400 грамм. Яғни 2 келі малинаға 2 келі 400 грамм қант қосамын. Енді мынандай толкушкаменен қазір езетін боламын. Не істеп жатырсың? Малинадан варенье. Бісміллә деп
қантымды саламын. Қант 2 келі 400, бірда бір емес. Міне, қыздар. Мінекей көздеріңізше лезде соғы шығып жақсы езіліп жатыр. Блендерге езген жоқпын. Арасында кішкене түйірлер, жарты болса да түйірлері жүргені ұнайды бізге. Блендермен ессеңіздер, түгелдей езіліп кетеді малина. Қандай шамалы арасында болса да, өзі жемістің өз жүргені жақсы. Енді осыны 2-3 сағатқа қойып қоям. Арасында араластырып тұрамыз, қанты ерісін деп. Тіпті болмаса, қанты ерігенше қайнағанға жеткізбей пешке қоюға болады. Мен бірақ осылай 2-3 сағатқа қоямын. Достар, малинаның қантын салып, араластырып болдым. Енді бетін осындай қақпағымен өзінің жауып қоямын. Сонда қанты тезірек ериді. 2-3 сағатқа осылай жауып қоямыз. Арасында ашып, араластырып отыру керек. Достар, міне осылай көп араластырсаңыздар, кәдімгі пешке қойып қайнатқандай көбігі шығады. Достар, мынау 2-ші рет араластырып жатырмын. Түбінде даже қанты жоқ. Қанты түбіне тұрмапты. Жақсы еріген. Достар, мінекей варенье дайын. Қазір енді мынандай лотоктарға саламын. Қою өте керемет болып шықты. Тура осы рецептпен жасап көріңіздер. 1 килограммға 1 килограмм 200 грамм қант қосып. Қанты бәрі толық ерген. Бұл сол мұздатқышқа арналған лотоктар. Достар, егер каналға тіркелмеген болсаңыздар, тіркелулеріңізді сұраймын. Қазақша каналға қолдау көрсетіп, достарыңызбен бөлісіп отырсаңыздар екен. Егер қоңырауды басып, одан кейін все деген батырманы бассаңыздар, сіздерге менің жаңа видеоның шыққаны туралы хабарлама келіп түседі. Егер менің рецептім ұнаса, лайк, комментарий жазуды да ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Гүлнар Сапарқызы. Келесі видеоға дейін қош сау болыңыздар.
Қайырлы күн менің алтын көрермендерім. Бүгін сіздерге осындай дастарханның сәні болатын керемет қызылшадан салат жасап қана көрсетпей, қызылшаның қандай пайдасы бар туралы ақпараттар айтып өтемін. Салат жасау үшін бізге 2 дана қызылша, жуаның жартысы және жүгері қажет болады. Мама, не істеп жатырсың? Қызылшадан салат. Қызылшаны осылай 4 бұрышты етіп турап аламыз. Достар, қызылшаны пісірерде ыдыстың қақпағын жауып қойыңыз. Ол дәрумендердің жоғалуын азайтады. Суға тұз салмаңыз. Ол қызылшаның пісу уақытын ұзартады және қатты болып піседі. Түбін, сабағын кеспеңіз. Әйтпесе қызылша түсін жоғалтып, дәмі су татып кетеді. Егер қызылшаны тазаланған күйінде пісірсеңіз, суға біраз сүрке су қосыңыз. Ол көкөністің түсін жоғалтпауына көмектеседі. Қызылша тез пісуі үшін 1 ас қасық қант немесе өсімдік майын құйыңыз. Қызылшаны сүйіп жейтін адамның беті ал қызыл болып жүреді. Себебі темірдің сіңуіне әсер етеді. Енді жуаны тураймыз, оны жұқа етіп турау керек. Достар, қызылшаны жиі қолдансаңыз, шашыңыз қалың болады, жылдам өседі және жылтыр болады. Оған қызылшаның құрамындағы В дәрумені ықпал етеді. Бұлшық еттің массасын арттыруға көмектеседі. Өйткені қызылшада магний мөлшері көп. Достар, ақпарат егер пайдалы болып жатса, лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар. Каналға тіркелмеген болсаңыз, тіркелуді ұсынамын. Алдағы уақытта да осындай пайдалы ақпараттар беріп, әрі рецептпен бөлісіп отыратын боламын. Қызылшаны сүйіп жейтін адамның есте сақтау қабілеті артады. Себебі қызылшада йод көп. Тұмау тиіп, суық тиген кезде мұрынға тамызады, тамақ шаюға қолданады. Құрметті менің алтын көрермендерім, осы салатты міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәруменге өте бай, өте дәмді салат шығады.